ойбай, не болды? Мә. Өйткені неметтен не құрдым, красип барда байқауса бұл жоспын ғой. Әді өйткені жатырмын. Қой, не құрды сала салайын. Это не болды уже. Үйіне су кетті десем. Ой! Қар жауған ба? Бәсі кеше түнімен бірден жауған қыса жатты. Жетел қар жауды. Ерке алам біліп тұрмыз ғой қар жауған. Сен ана қалаға кетіп отырдың ғой бір. Шырша алам деп сол шыршамды сонда қойып не осы жетелдермен біз танысымен сол шыршамды түзеп қойдық. Анда тұр енді көреміз. Достар, мен үлкен шырша заказ берген болатынмын. Вау! Почти жетелдер шыршаның бәрін әдемілеп сендеп қойыпты. Сонда жарықтарын қойып. Что-то не таласы отып кетті десем қар жауыпты. Почти киімімді киіп алған жөн болады. Тез киімімді киіп сонда жерді әдемілеп қойған болатын жүндермен. Кілемдермен. Сол кезде аяз аттың киіміне ұқсастырып киім алған болатын. Қанша деймін жаңа жыл келді ғой. Хоппан. Аяздың тымағын өкінішке алғым келмеді. Ұнамай қалды. Не құртаны да бұзып алғанда я. Почти мен камера қосып аман десең әжем қар жауғанын көрсету керекпін ғой достарға. Бәрінізден достар, сіздермен бірге мен блогер Ерке Бұлан. Достар, біздің ауылға қар жауды. Прикинь, почти кеше түнге жақын бірдеме жауып тұрған. Сонымен не деусе, осы қар жауа ма деп күн осылайына бұлттанып тұрған достар. Сондықтан мен шырша заказ еттім. Одан кейін бір жетелер мынандай күртемді жүйрік ат сатып алған болатынмын. Бүгінгі бөлімде достар осы атқа қора салуымыз керек. Өйткені мынандай суық кезде бұл ат қатып өледі ғой достар. Сондықтан біз атқа қора салатынбыз. Ойнатамыздар, менде креатив бар достар. Ал сіздер қордан қор іштеріңіз пісіп отқан болса, осы видеоны көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңа жылға дейін 50 подписчикке жетейікші достар. Бұл мен үшін мотивация. Сіздер лайк басқан сайын мен видео түсіруге дейін құлшынышым артатын болады. Ендеше біз қора салуға кірісеміз. Бай үйінде ме екен почти үйінде ғой. Байеке! Үйінде емес. Достар, көріп алмазный блоктар осылайына әдемілеп қойған болатын бай. Тату алмаздарын өзін бөлшекке бөліп тастапты. Бояп тастаған. Мен айтқанда бұл әдем болып тұрды. Қанша деймін жаңа жыл келді. Жаңа мекен деп қойсын. Ал енді біз не болса қора салуды бастаймыз. Бізге мынандай ағаш керек әзірше, ол менде бар екен. Енді бізге мынандай ағаш керек. Және де бізге достар чөп керек. Қанша деймін жылғы чөп үйді. Одан кейін тағы не керек достар? Есік керек, яғни айтқанда қораның есігі. Неге? Осы заттармен біз немен салатын боламыз. Неге? Ала салайын. Хоппа деп. Мынандай таласайын достар, яғни айтқанда мен бұлманға жылқымды байлайтын болам. Ой. Екі достар, бұл өте керемет жылқы. Маған қатты ұнатты. Почти осы шыршаның жерде байлай салайын. Хоппа. Жылқы осы тұрады, мен қалса қора салатын болам. Мінеки достар, өте мықты арғымақ екен. Мен бұны почти бай жетелден сатып алдым. Біздің алда екінші жетел бар, ол да бай. Содан сатып алған болатын. Почти осынау маңға қора салғы жіберсем әдеміге түседі. Хоппа, жоқ бұлау болмай. Хоп. Үшеу. Почти екі құлдыр сақта болады. Жоқ, үшеу болып тұра берсем. Одан кейін мынандай ағаш керек екен. Хоппана. Қораның жан-жағы жылы болу үшін достар, мынандай ағаштарын қоршап тастайтын боламыз. Ал почти төбесін қас салатын боламыз. Өйткені бұл кішігірім қора ғой қанша дегенмен.
мынандай жерге достар мен әрине шығып қоятын боламын. Кейде шөбім жеп те жата береді. Хоппа деп кейін шөп қойып. Мына тезістік қойып қойды. Мінекей достар, уже біздің қорамыз да дайын болып қалды. Және достар, сіздерге мен басқа да өзгеріс көрсеткім келеді. Сіздерге өткен бөлімдерде көрсетуді ұмытып кетіппін. Біздер көріп тұрғандарыңыздай ауылды жаңартқан болдық, мынандай үйлер салып, мынандай 2 этажный үй салып. Әйтпесе, біздің бұрынғы ауыл өте нашар болатын, өте әлсіз болатын. Сондықтан мынандай жаңартқан болдық. Ой, жителер, сәлем. Сәлем, еркем, чотам қар жауды ғой. Сен жашанданды тырқып қойдық. Есін білем. Есін, кажеттіңде кішен сулар мұздай екен. Ойба. Анау жалқы сенікі ма, емек қазалатын болам. Абайла тезір қора соқсаған жөн болады екені. Қанша деймін аяз болып тұр. Өзінде киініп алған дұрыс екен. Мэр, сен де киініп ал. Мен де киініп алатын болам. Менше олар өздері әңгімелесіп өсін. Жетелдің баласы киініп алған. Киініп ал. Ағатай, қазір киініп алам. Ал достар, біз өзімізді қорамыз әрмен соғызды бас. Емтетін оламыз. Хоппа. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай қорамыз уже дайын болып қалды. Мына жерге бұласамыз. Қашынан өте биік қылдырудың да керегі жоқ достар. Өйткені қанша деймін бұл жаққа атпен жатады. Басқа да малдар әкеп салуға почти деревня бар достар, бірақ әзірше салғым келіп тұрған жоқ. Өйткені күн өте суық. Мынандай мал асыраудың өзі қиын. Мынандай почти шетін кішкене әдемілеп қояйық. Ой. Хоппана. Мінекей достар, үйге осындай әдемі болып тұр үшін почти мынау бұза сайын да. Ал достар, сіздер құрдан құрастан каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Хоппа деп әдемілеп қойдық. Почти алдыңғы жақтарына кішкене тек қоюға болады достар. Үстіп қойық та әдемі болып тұрсын. Хоппана, жетен үймен ұқсастырып салып жатырмын достар. Почти өте сәндікті керек жоқ. Қанша деймін бұл қора ғой. Қораның достар менің ойынша сәндеудің де керегі жоқ. Менің ойынша. Ең басты ол малға ұнау керек қойға достар, қанша деймін. Мен жылқымен де осы қорада түнейтін болады. Оқыда жүміш неметін қойып қойдым достар. Мінекей. Ал енді достар, біз өзіміздің жылқымызды әкелетін боламын. Креативбарды алайын. Достар, жалпы сіздерге пранк видео ұнай ма? Егер пранк видео ұнаса каналға сондай видео түсір деп жазып кетіңіздер комментария. Жылқы. Почти жылқының өзі үсіп қалған көрініп тұр достар. Хоппана. Достар, бұл жылқыдан ер тоқымды алатын боламыз, яғни седлоны. Соны да қамап қоямыз. Жеп тұр екен. Мені қорасымды почти қатқалым. Лава үйді суытпай жатқандықтан достар, мен үйге көмір салу керекпін. Сіздер каналға тіркеліп деп ойдамын. Көмір болмайды. Үстіңгі емес, астыңғы пешке көмірді сала салайын. Заты үй суықтық кетті. Достар, кеште батыпты. Ендеше достар, сіздер құротқанша каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал мен осымен видеомды аяқтаймын. Қош сау болыңыздар достар. Айтпақшы, сіздерге менің қорам ұнады ма достар? Мына тұрған қора ұнаса лайк басып кетіңіздер өтініш. Мен не істеймін? Осымен видеоны аяқтау керекпін. Кузница жақында достар.
31 жаңа жыл екенін білесіздер, сондықтан маған 50 подписчикке дейін жеткізіп тастайық достар, өтініш. Бұл мен үшін зор мәртебе болады. 50 жетіп тұр, кіре алатын не істеу үшін. Енді осымен видео аяқталды. Қош сау болыңыздар.